Uçada mı gittin? Belki kafa var. Kayda. Biz boya. Abi oyun Bitti. Nasıl? Çocuk kaygan. Ama bilmem iyi var ancak iyi farkı var. Nasıl aslında faydam sence? Ben tüm var ve hakikaten kayda olmalı. Ay uzak değilsin bak. Ya. Bulaşarım böyle olur. Sen boğuşağım yığılasın sen Hazır görmemden olmasın değil mi bak? Ben boğuşakta Gel. Küçüğe bırak sen. Olimpiyada da. Ne de böyle okut. Neylesin bak. Aşılanacak olmasın. Ya Qachon kiyib bordi u? Ana jolu Oskar premiyasida ko'rsatdi qo'y, ko'rmadinglarmi ani? Voy qo'yadish. Men fransuzlardan, italyanlardan, podiumda qizlar bor, voy so'radi. Mana shuni men qishdi. Mаған негізі кәрістердің оверсайз киімдері ұнайды. Bunday әдемі ғой. Yo'q, bari Aslında kızım. Hadi hareket. Çatal ne yapıyorsun da? Ya kerak pогодада xafalanishga Voy Osmonda da parkka bormasam kunay. Durs aytasizlar. Osmonga qaranglar. Osmonda kundan bulut aralashib жаңбыр жауып жатыр. Оның үстіне саябақта отырып, өзіміздің болашақ жоспарымызды құрып жатырмыз. Жақсы. Қояндан үрлеу, біз жылжи берейік. Айтпақшы Айсұлу, сен неге бүгін сабаққа келмедің? Атенден кастинг болған ғой, содан үлгермей қалдым. Че мені күттің ба? Жоқ, қыздар күттім. Çok жақсы мен кете берейін. Қашан бастаймыз, қашан тамақ жейміз? Осы чай питья үшін үйден тамақ ішпей шықтым. Тамақ ағай келсін сосын бастаймыз. Қазір бастақ болсақ ұят болады ғой. Бірақ ішінде жарты сағат өтті ғой, неге ағай келмей жатыр? Білмеймін. Білсек шақырар едік қой. Давайте оны әңгіме айта тұрайық. Құрметті оқушылар, келе жатқан жаңа жылдарымен құттықтаймын. Осы жаңа жылға орай давайте ағай келгенше сұрақ жауап ойын ойнай тұрайық. Мен сендерге сұрақ қоямын, ал сендер маған жауап бересіңдер. Жарайды. Бастаймыз ғой, ә? Дайынсыңдар ма? Кеттік онда. Бастайық. Алчо сұрағымды. Ал Алина саған қандай мейрам ұнайды? Ал маған туған күн ұнайды. Ой, ол сенің жеке мейрамың ғой. Вообще халықаралық мейрамдардан айтсай. Маған онда басқа мейрам ұнамайды. Ал бала саған қандай мейрам ұнайды? Маған көп мейрам ұнайды. Бірақ арасында ең қатты ұнайтыны Хэллоуин. Хэллоуин дейсің бе? Хэллоуин. Сәлем жеңіс деген сөзден шыққан. Ал сен оны білетін бе едің? Жоқ, білмеппін. Ал Айсұлу саған қандай мейрам ұнайды? Маған халықаралық әйелдер күні ұнайды. Өйткені әкем гүл әкеліп береді. Үйде ешқандай тірлік жасамаймыз. Жалпы мейрам деген қызық қой, тек қана мейрамда болған нәрсені еске қалып қалады ғой. Неге Сұлтан? Сұлтан, есіңде болсын. Естеліктер тек мерекеде ғана қалмайды. Сен әр күніңді көңілді қылып өткізетін болсаң, сенің әр күнің өз ойыңда естелік болып қалады. Соны есіңде сақта. Мысалға маған жаңа жыл ұнайды. Мен жаңа жылда ғана естеліктерді күтпеймін. Мен әр күнім мысалға естелік болып қалады. Олай қиын ау. Мысалы мен азанда тұрам, азанда сабаққа барам, түсте келем, курсыма барам, сөйтіп келгеннен кейін тамақ ішіп ұйықтаймын. Күндегі осы әдетім қайталана береді. Мұндай кезде қандай естелік қалады? Соны айтасыз. Анда-санда паркке барып тұрамыз. Сондай шығар. Бірақ арамызда өткенмен өмір сүріп жатқандар, және де болашақпен өмір сүретіндер бар. Солай жүргендерден бұл қазіргі сәтте қалай естелік қалсын? Менің ойымша, өмір сүрудің бірақ қағидасы бар секілді. Ол
өткенге өкінбеу, болашақта үмітіңді үзбеу, және де қазіргі сәтпен өмір сүру. Погода, күн мен бұлт аралас. Бұл Айтпақшы Айфон, сен бүгін неге сабаққа келмедің? бірақ неге аяғай неге кеш? Келсіз қоя? Бастаймыз ба? Бастаймыз қоя? Не дейсің ағай? Айтсайна жұртым ай.